Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай милка трайфлдарды жасаймыз. Видеоны көрместен бұрын каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий, дизлайктарыңызды аямаңыздар. Кеттік онда. Бірінші жұмыртқаның 3 жұмыртқаны алдымен өзін көпіртіп аламыз да, қантты 2 немесе 3 бөлікке бөліп миксерлейміз. Жұмыртқамыз әппақ болғанша өзінің размерінен 3 есе көтерілгенше миксерлейміз. Оған жылы сүт және сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сүтіңіз тоңазытқыштан шыққан болмасын. Егер мұздай болатын болса, оны кішкене жылытып алыңыздар. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз да, оны да 2 немесе 3 бөлікке салып, електен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксермен немесе лопатка қолмен араластыру маңызды емес. Немен араластырсаңыз да өзіңіз білесіз. Тек бір келкі шоколад тәрізді болғанша араластырасыз да формаға құямыз. Кез келген формаға құйып, оны 20-25 минутқа 170-180 градуста пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскенше кремді дайындаймыз. Алдымен жұмыртқаның 3 жұмыртқаның сарысына қантты салып, оны әппақ болғанша араластырамыз. Әппақ болып араластырған соң, оған кукурузды крахмалды салып, оны да бір текті етіп, бір келкі етіп араластырамыз. Оған дейін біз газге сүтті қайнатып аламыз, және сол қайнаған сүтті аз-аздан осы қоспамызға құйып араластырып отырамыз. Жылдам араластырмасақ, жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Барлық сүтті араластырып болған соң, қоспамызды газге қоямыз да, кремімізді қоюланғанша, яғни қайнағанша араластырамыз. Тоқтатпастан араластырамыз, өйткені креміміздің асты жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Қоюланған соң, сары майымызды салып, оны ерігенше араластырып, кремімізді суытуға қойып қоямыз. Заварной креміміз суығанша, сливки бізде 33%-дан кем болмау керек. Қою масса болғанша миксерлеп аламыз. Және дайын сливкиімізге жаңағы заварной кремімізді қосамыз. Естеріңізде болсын, заварной кремді жақсылап мұздай етіп суытып алуымыз керек, өйткені ол сливкиді ерітіп жіберуі мүмкін. Бұл уақытта бисквитіміз дайын ба тексереміз. Егер шпажкиді салған кезде шпажки кішкене қоңыр болып шықса, ол дайын емес. Ал құрғақ болып шығатын болса, ол дайын деген сөз. Дайын бисквитімізді алып, майдалап, турап немесе еземіз. Оны блендермен немесе қолмен езсеңіз де өзіңіз білесіз. Енді десерт салатын ыдыстарға немесе трайфлға арналған арнайы қораптарға саламыз. Егер сіз сататын болсаңыз, тапсырыс қабылдайтын болсаңыз, қорапқа салғаныңыз дұрыс. Астына майдаланған үгітілген бисквит саламыз, бетіне крем жағамыз. Және кремнің үстінен банан немесе басқа да жеміс жидектерді салсаңыз болады. Ол да өте дәмді және нәзік болады. Кремнің бетінен тағы да бір қатар бисквит, оның бетінен тағы да крем құйып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Креміміз қатқанша. Егер креміміз қатпаса, қатырып алмасақ, шоколад қойған кезде ол еріп шоколадпен араласып кетуі мүмкін. Тоңазытқышқа салып қоямыз да, шоколадты глазурымызды дайындаймыз. Ол үшін біз сливки, шоколад таза қара шоколад болу керек, және сары майды салып, водяной баняда ерітіп аламыз. Егер водяной баня болмаса, микротолқынды пеште ерітсеңіз де болады. Шоколадымызды кішкене суытамыз да, жаңағы қатқан трайфлдарымыздың бетіне құямыз.
Егер сізге ыңғайлы болса, кондитерский мешокпен құйсаңыз да болады. Және бетін қалағаныңызша жеміс-жидектермен, шоколадтармен әрлеп шықсаңыз болады. Трайфлдарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Бұл трайфлдар бізде бүгін милка трайфлдар. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.